Сәлем, мен сізге бүгін осындай керемет торттың үй жағдайында жасалынатын түрін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, тіпті бетінде глазурін да қолмен жасайтын боламыз. Ешқандай сливкиді, творожный сырды қажет етпейтін торт. Ең алдымен ыдысымызға осылай жұмыртқаларды бөліп аламыз, ағы мен сарысын. Міндетті түрде құрғақ ыдысқа бөліп алыңыздар. Екеуін бөліп алғаннан кейін жұмыртқаның ағын жақсылап көпіртеміз да, үстіне тағы шекердің жартысын салып, тағы жақсылап мықты, қатты пена болғанша, өз формасын ұстайтын пена болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқаның сарысына қалған жұмыртқаның саламын, қалған шекерді салып, тағы да оны да аппақ болғанша осылай жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Кейін үстіне бөлме температурасындағы суды қосамыз. Мен қайсысынан қанша грамм керек екенін міндетті түрде описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерді бір қарап шығыңыздар. Және де осы жерде жұмыртқаның ағына жұмыртқаның сарысын аз-аздан құя отырып, осылай бір келкі масса қылып араластырып аламыз. Кейін үстіне електен өткізілген ұн, разжылхитель және де какаоны бірден емес аз-аздан салып отырамыз. Міндетті түрде ұнды 1-2 мәрте електен өткізу керек. Міне осындай масса дайын болды бізде. Дайын болған массамызды осылай алдын ала дайындалып қойған формаға мен кольцоға пісірдім, құйып алып пісірсеңіздер болады. Менде кольцо 24 сантиметрлік қыздар. Піскен осы деревянный шпажкамен білесіздер, 180 градуста 40-45 минут піседі. Және де кішкене сәл ғана ыдыста тұрған кезде суытамыз да, сәл суығаннан кейін ыдыстан жайлеп шешіп аламыз да, оны тағы да суытып, кішкене суытып, ортасын 2 бөлікке бөлдім мен. Бұл жерде 7 сантиметрлік корж шықты. Сіздер оны 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады, қыздар. Мен 2 бөлікке бөлдім. Осылай дайындап қоясыздар. Бұның таза суығанын күтетін боламыз. Ал ол суығанша біз крем жасаймыз. Крем жасау үшін ыдысымызға, осылай қайнататын ыдысымызға шекерді, жұмыртқаны және де молоконы салып, жақсылап шекері кішкене ерігенше араластырып алатын боламыз. Ешқандай миксер керек емес, тек венчикпен араластырсақ болды. Бізде бұл заварной крем болады, қыздар. Үстіне осылай ұн қосамыз. Ұнды да бір келке етіп араластырып алғаннан кейін үстіне сүт қосамыз. Көбінесе крахмал қосады. Мен крахмал қосқаннан кейін дәмі ұнамайды, сондықтан үнемі ұнмен істеймін заварной кремді. Осылай жақсылап бір келке қылып араластырып алғаннан кейін газге қоямыз да, средний отта, қатты емес, жай емес отта осылай пісіріп аламыз. Кішкене көпіршіктер шығып дайын болған кезде бұны алып, осылай бетін контакт жауып, суығанға қойып қоямыз. Крем толықтай суығаннан кейін бөлме температурасында тұрған сармайды осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Негізі аппақ болғанша миксерлеп алғандарыңыз өте дұрыс. Сонда ғана сіздердің кремдеріңіз пышный, өте керемет болып шығады. Сармайды осылай миксерлеп алғаннан кейін біз креміміздің барлығын бірдей салмаймыз. Осылай 3 бөлік, 4 бөлікке бөле отырып, миксерлей отырып салатын боламыз. Міне осындай массадағы крем дайын болды бізде. Ал енді пропитканы жасаймыз. Пропитка мен сүт пен сахарный пудраны қолдандым. Пропитка өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әшейін шекер қосылған су жасасаңыздар да болады, қыздар. Полный пропитка сеуіп шыққаннан кейін тортты жинауға кірісетін боламыз. Осылай коржды қоямыз, үстіне кремнің барлығын саламыз. Қыздар, мен кремнің барлығын салмадым, негізі барлығын салсаңыздар, крем сіңген кезінде де өте әдемі болады. Өйткені біздің үйде кремді қатты ұнатпағандықтан, көп ұнатпағандықтан кремі аз салдым, жарты кремім қалды менде. Осылай бетіне тағы бір коржды саласыздар да, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке қойып қоясыздар. Енді бетіндегі шоколадный глазурды істейміз. Ол үшін ыдысқа сары май, қаймақ, одан кейін шекер және де какаоны саламыз. Какао міндетті түрде құрамы жақсы болу керек. Мен рахат какаосын қолдандым. Какаоның құрамы глазурдың дәміне әсер еткендіктен жақсысын қолданыңыздар. Және де осы массаны жай отта қойып, газге қойып араластырып тұрамыз. Осындай масса дайын болады глазурымыз. Және де бұны суыту үшін басқа ыдысқа сразу құйып қоямыз. Бұл суығаннан кейін тортты алып, торттың бетіне бір келке етіп әсемдеп жағып шығасыздар. Тортты әртүрлі әсемдесеңіздер болады. Бұл эскимо торты болғандықтан оны ешқандай әсемдеудің де қажет жоқ. Негізі мен ешқандай да әсемдеген жоқпын. Глазурды құйдым, болды, қыздар. Және де қыздар өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Всегда удачный шығады. Және де ең басты ешқандай сливки іздемейсіз, творожный сыр қажет емес. Тіпті бетіндегі шоколадтың өзін қолдан жасады, қыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Бұндай өте оңай үй жағдайындағы рецептер өте көп болады, қыздар.
видео ұнаса лайк басып коммент жазып кетуді ұмытпаймыз.